Жігіттер, бүгін сіздермен чиста еркекше әңгіме болады. Тестостерон көтеру туралы айтамын. Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог, андролог, PhD дәрігермін. Парақшамда ерлер денсаулығы жайында тіркеліп кетіңіздер. Тестостерон деп постоянно айтып жатырмыз. Осы тестостерон туралы сіздерге ақпарат бергім келіп жатыр. Тестостерон деген не, оны немен жейміз? Тестостеронды көтеретін дәрілер туралы айтамын. Ол дәрілер бізде табиғи және синтетикалық болып екіге бөлінеді. Табиғи деген ол неше түрлі тамырлар. Ол женьшень тамырлары, эпимедиумный паста, мака тамырлары, тангат али сияқты препараттар. Бұлар негізі тамырлардың сығындысынан жасалған препараттар тестостерон көтерілуіне ықпал етеді. Бірақ бұлар медицинада толық дәлелденбеген. Сол үшін бұл препараттарды трибулус тоже тестостеронды көтеруге біз назначать етеміз. Не гормональный ретінде, табиғи зат ретінде бұларды тағайындаймыз. Бірақ өкінішке орай, осы табиғи зат деп пайдаланып, оның ішіне бізде Viagra сияқты дәрілер қосып жатқаны үшін біз көп жерлерде қайсысы дәріні қабылдауға болатын білмей қалып жатырмыз да. Эпимедиумный паста сияқты неше түрлі тангат али платинум тоже ішіп алған кезде негізі бұлар мүшені резко тұрғызбау керек. Бізде оларды ішіп алған кезде ол резко тұрады. Тестостерон, даже тестостеронның өзін, уколын салғанның өзінде мүше резко тұрмайды. Значит, бұл препараттардың ішінде Viagra тәріздес, ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа тәріздес дәрілік заттар бар. Егер соларды ішкен кезде мүшеміз резко тұратын болса. Сол үшін бұл табиғи заттардың да біз ішуге қорқып қалдық. Егер ол натуральный табиғи заттар ішінде қоспасыз мүше сразу тұратындай әсер болмаса, онда осындай табиғи заттарды ішіп, өзіміздің денсаулығымызды жақсартып, тестостеронымызды белсендірсек болады. Бұл табиғи заттарға келетін болсақ. Енді тестостеронның өзіне келетін болсақ, тестостеронның өзінің түрлері өте көп. Бізде Қазақстанда тестостерон амнадрен ғана бар, и небида деген екі препарат бар. Тестостерон ундекуанат, екіншісі амнадреннің ішінде 4 түрлі тестостерон бар. Оны енді әрқайсысын айтып отырмай қойын. Амнадрен деген 4 түрлі тестостеронның қосындысынан тұрады. Ал басқа тестостерон, энантат деген бар, пропионат деген бар, тестостеронның түрлеріне келетін болсақ. Бірақ бізде Қазақстанда тіркелген осы екеуі ғана. Негізі осы екеуінің ішінде энантат көп қолданатын, спортсмендер, бодибилдерлар көп қолданатын препарат болған үшін мен қазір энантат, амнадрен и небида туралы айтып кететін боламын, бір-бірлерімен салыстыруға тырысып көретін боламыз. Энантат деген препаратты Қазақстанда бізде жаңағы спорттық медицина қатты дамымаған үшін, бізде енді келе жатыр. Бұндай қатты сұраныс болмаған үшін, ол препарат бізде Қазақстанда әлі тіркелмеген, бірақ дүние жүзі энантатты көбірек қолданады, жаңағы амнадренге қарағанда. Амнадреннің просто 4 тестостеронның қосындысы болғаннан кейін, ол Қазақстанға тестостерон медициналық показания болған үшін сол амнадрен бізде тіркелді. Бірақ екеуінің айырмашылығын мен айтып көрейін, энантат пен амнадреннің айырмашылығы. Бізде бұл дәрілердің қарсы көрсеткіштері де бар, жаңа кері әсерлері де бар. Сол жағымсыз әсерлері де бар. Солар бойынша да түсіндіріп кетейін. Мысалы, энантат дәрісі тестостеронды ол резко көтермейді. Ол жайлап көтереді. Амнадрен деген препарат дәрісі ол тестостеронды резко көтереді. Значит, егер кімге тестостерон резко прям қазір бүгін здесь и сейчас керек болса, онда амнадренді салған жақсырақ ол кісіге. Екінші, масса жинау жағынан энантат жай и тұрақты. Энантат в основном ол жай и тұрақты. Негізгі керегі сол ғой. Ал амнадрен ол тез, жылдам көтереді и тұрақты емес. Тестостеронның мөлшері де ағзада тұрақты болмайды. Салғаннан кейін бастапқы кезде приливтар болады. Бастапқы кезде тестостерон мөлшері ағзада жоғары болады да, бастапқы кезде тестостеронға еркектерде сондай приливтар болады. Ал энантат салған кезде ондай приливтар қатты сезілмейді. Энантатты аптасына 2 рет салады, тестостерон амнадренді аптасына 1 рет салынады. Амнадрен ол ағзаға су жинайды, яғни атикат етеді, артық салмақ жиналады. Энантатта олай су жиналуы мөлшері аз.
Сосын энантат бауырға кері әсері энантатта төмен, амнодренде бауырға кері әсері жоғары. Энантаттың тестостеронның эстрадиолға айналып кетуі төмен болады энантатта, ал амнодренде ароматаза қатты жүреді. Ингибитор, ароматаза деген фермент бар, яғни біз тестостеронның уровені жоғары көтерілген кезде ол тестостеронды ароматаза ферментінің арқылы эстрадиолға айналдырып жібереді. Бізде ағзада всегда ағза сондай лишний нәрсені барып шығарып жіберуге, бірдеңкеге айналдырып жіберуге, өзін қорғау үшін тырысады. Вот именно амнодренде тестостерон эстрадиолға айналып кету ықтималдылығы жоғары, тез. Ал энантатта төмен амнодренге қарағанда. Эстрадиол деген ол негізі әйел гормоны. Ойлаңыз, сіз тестостерон салып жатсыз, сіздің тестостероныңыз әйел гормонына айналып жатыр. Сізде артық болып кеткен үшін. Өйткені сіз оны дозасын көбейтіп салып жатсыз ғой. И сол үшін әйел гормонына айналып кетпей үшін амнодренді ішкен кезде ингибитор ароматазы препараттарын береміз. Ол ингибитор ароматазы препараттар бізде анастразол, летразол деген сияқты препараттар. Көбінесе анастразол қолданылады. Амнодренмен бірге сол препараттар қолданылады. Энантатта ол да айналады, бірақ баяу и тұрақты түрде. Сол үшін ең бастысы бұл тестостеронды салардың алдында адам ойлану керек. Біз тестостерон салған кезде біз жұмыртқаға айтамыз, сен пока демала тұр, біз сырттан саламыз тестостеронды. Сен беретін тестостеронды біз сырттан саламыз дейміз да. Яғни жұмыртқалар ол кезде енді ойлаңыз да, сіз объем алып жұмыс істеп жатсыз. Біреу келеді да сізге айтады, сен қоя тұр, мен қазір бұл жерді маған берді, жаңағы неге мен ары қарай жүргіземін, сен демала тұр десе. Сіз жарайды деп барып отырсаңыз, болады, кейбіреулер отыруы мүмкін, жарайды, мен демалып алайын деп отыруы мүмкін. Ал біреулер айтады, мен жұмыс істеп жатқан жерімнен қалай ол? Все, мен кеттім онда дейді, кетіп қалуы мүмкін. Сол сияқты жұмыртқада тура солай. Жұмыстан шығып кетіп қалуы мүмкін жұмыртқа. Енді біз оны қаншалықты ұзақ салғанымызға байланысты. Амнодрен жұмыртқаның қайтадан восстанавливать етуіне теріс әсер етеді, яғни ұзақтау восстанавливать етіледі. Энантатта ол тезірек қайтадан восстанавливать ету тезірек. Сол үшін көрдіңіз, тестостеронның түрін таңдау өте маңызды. Біздің болашақта нені жоспарлап жатырмыз, соған байланысты. Егер возрастной гипогонадизм болатын болса, жасы үлкен, варикоцеле, например, жұмыртқаны жеп қойды, жұмыртқа қызметі бұзылды, оларға уже тестостерон салу керек, ертең денсаулығымен проблема болмас үшін, инсульт, инфаркт алып қалмас үшін, қан тамырлары май басып кетпес үшін, артық салмақ жиналмас үшін бұл гормондарды салу керек. Бірақ бұл кезде уже амнодренді да, энантатты да салудың қажеті жоқ. Ол кезде біз уже небида саламыз. Небида ол 3 айда бір рет салынады. Оларда жаңағы екеуімен салыстырған кезде бағанағы суды көп жинамайды, бауырға қатты әсер етпейді, амнодренмен салыстырған кезде. Бірақ бұл жерде де прилив болады бастапқы кезде. Енді ойлаңыз, 3 айлық показда тестостеронды сізде бір кезде бір уақытта салып жіберді. Ондайлар болады, бірақ бұл жерде 3 айлық небиданы салған кезде ұрықтың қайтадан восстанавливаться етуі өте қиын болады. Сол үшін бұл небиданы салған кезде 3 айда бір салынатын тестостерон салған кезде біздің жұмыртқаны уже біз окончательно уже шешім қабылдау керекпіз. Болды, мен бала көтертпеймін, мен уже жұмыртқам істен шыққанына түсінем деген сияқты пациентпен біз репродуктивтік потенциалы төмендейтін біз түсіндіру керекпіз. И пациентті өзі түсіну керек, что ол уже бұл гормондарды салғаннан кейін, именно небиданы салғаннан кейін қайтадан восстанавливать етуге болады, бірақ өте қиын болады и ұзақ болады. Ал мынау энантат пен амнодренді бұл кезде тоже болады и пациент түсіну керек. Ертең пациенттің жаңағы бала көтерту мүмкіндігі төмендейді, күрт төмендейді, бірақ оны қайтадан восстановить етуге болады. Соны да пациенттер ескеру керек. Үйленбеген жігіттер, жас жігіттер болса, абайлау керек. Бұл тестостеронды салғаннан кейін бұдан өте дұрыс шыға білу керек. Ол үшін дәрігердің кеңесімен, дәрігердің көмегімен жасалу керек. Тестостеронды мүлдем болмайды деп айтпаймын, салса болады, бірақ дұрыс кіріп, дұрыс шығу керек. Тестостеронды қай түрін алу керек екенін, қай түрін салуға болатынын осылай таңдау керек. Өйткені көрдіңіздер ме? Сіз мысалы тестостерон
например, амнодренді салатын болсаңыз, жаңағындай жанама әсерлері бар. Бірақ положительный әсерлері де бар. Тез әсер етеді, тез күш береді. Мысалы, спортсмендерге, мысалы, ертең жарысқа шығады, или там бір аптада жарысқа шығатын болса, онда мына препарат қолдану мүмкін. Жоқ, жарысымыз бізде әлі 3-4 ай уақыт бар болатын болса, онда жай энантатты уколдарды салады. Но көбінесе спортивный медицинада спортсмендер көбінесе энантатты қолданады. Өйткені бұл жердегі жанама әсерлері амнодренге қарағанда аздау. Сосын пролактин деген гормон бар. Амнодрен пролактинді тезірек көтереді, ал пролактин көтерілген кезде еркектің мүшесінің тұруына кері әсерін береді. Көп маған спортсмендер келетіндер осы шағыммен келеді көбінесе. Гормон алып жатыр, проблема жоқ. Бізде бірақ мүше әлсіреп кетті, қатты әлсіреп кетті, даже желанием төмендеп кетті деген сияқты проблемалармен көп келіп жатады. Значит, бұл пролактин гормонының көтеріліп кетуіне белгі болуы мүмкін. Оны біз анализ арқылы біле аламыз. Акне дейді, терінің майланып кетуі, немесе жаңағы безеулердің шығып кетуі, амнодрен көбірек әсер етеді, энантат азырақ әсер етеді. Бірақ бұны да білу керек. Егер кім тестостерон салып бастады, оның арқасын бәрі, кейбір спортсмендер бар, арқасын бәрі безеу шығып кетеді, терісінің бәрі майланып кетеді. Бұл жанама әсері, тестостеронның жанама әсерлері. Значит, тестостерон бізде қатты көтеріліп кеткен болуы мүмкін. Сол үшін под контролем болу керек. Өкінішке орай, менде өте көп спортсмендер келеді, бірақ байқағанымдай тестостерон салуын салады, бірақ тестостероннан шығу бізде әлі дұрыс қалыптаспаған. Қалай дұрыс шығу керек екенін әлі дұрыс білмейміз біз. Салуын салып аламыз да, дұрыс шыға алмай жатамыз, сосын барып гормонымыз реттелмей қалып жатады. Көбісінде ұрық жоқ болып кетіп жатады да, сосын барып түсінген кезде 1 жыл, 2 жыл өтіп ұрығы әлі пайда болмай қалған түсінген кезде келіп жатады. Дәрігерге көмектесіңіз деп. Ол кезде ұзақтау болып кеткен кезде қиындау болады, шығарсақ болады, бірақ қиындау болады. Сол үшін тестостеронға дұрыс кіру керек, одан дұрыс шыға білу керек. Сосын бұл тестостерондарды салған кезде адам өзі изначально біледі ғой, да? Кейбір кісілер айтады, болды, менде Аллаға шүкір, 10 балам бар, мен бала көтертуге жоспарламаймын, мен қазір денемді әдемі қылғым келеді. Бұлшықеттерімді көрініп тұрған қалаймын. Мынау артық салмақтан айырылғым келеді. Настроением жақсы болғым жүргім келеді. Энергиям тасып жүргенін қалаймын деген сияқты өздері целенаправленно осындай выбор жасайды да, сосын келеді тестостеронды салдыруға. Бірақ егер бұндай кісілерде бала шағасы болатын болса, онда бала арғай көтертуге жоспары болмаған болса, онда жаңағындай тестостерон саламыз, сосын кейін посткурсовая терапия жасаймыз. Ал кім жаңадан әлі үйленбеген, әлі 2-3 бала, 4-5 бала көтертуге жоспарлап жатқан болса, онда ол кісілерге біз параллельно хоренийский гонотропин человека саламыз, параллельно аз дозада антиэстрогендер саламыз. Аз дозада, параллельно, чтобы жұмыртқаның объемы кішірейіп кетпес үшін, жұмыртқаның қызметі түсіп кетпес үшін, жұмыртқаның қызметі бұзылып қалмас үшін. Сол үшін әркімнің тестостерон салатын кезде әркімде выбор әртүрлі. Оның өзінің таңдауына, талғамына байланысты. Біз оның бәрін тестостерон салатын кезде сұрастырамыз. Содан кейін ғана барып тестостерон саламыз. Бірақ ол тестостерон салынған кезде бәрі под контролем болу керек. Кей кезде біз тестостеронмен бірге бұлшық ет өсіретін уколдар салуымыз мүмкін. Оларда, кстати, тестостерон, оларда гормондар, бірақ кейбір гормондар бұлшық ет жақсы өсіреді. Кейбір гормондар тек қана тестостеронды ғана көтереді. Әртүрлі гормондармен комбинировать етіп саламыз. Кейбіреулерде мышечный масса аз, бұлшық ет аз, немесе салмақ өте аз. Ондай кісілерге біз еще протеиндермен қосып береміз. Массаны жинау үшін сол жаңағы нелермен, протеиндермен бірге береміз. Сол үшін бұл жерде бір ғана қатып қалған заңдылық жоқ. Әр пациентпен индивидуально жұмыс жасаймыз. Тестостеронын көтереміз, массасын көбейтеміз, бұлшық етке айналдырамыз, бұлшық еттерін көбейтеміз, энергиясын жақсартамыз, мүшенің тұруына да жақсы әсер етеді, бірақ бағанағы кері әсерлерінің бәрін устранить етіп отыруға тырысамыз. Тестостеронның салған кезде ол қуық асты безінің үлкеюіне де алып келеді.
қуық асты безі де үлкейіп кетеді. Оларға біз дополнительно препараттар береміз, қуық асты безін кішірейтетін. В основном это ингибиторы 5 альфа редуктазы деген препараттар бар, әртүрлі препараттар. Сол группа препараттарын береміз. Простата қуық асты безі өсіп кетпей үшін. Көбісі қорқып жатады, тестостерон салатын кезде ол ПСА-ны қарау керек, рак простатаға алып келуі мүмкін деп. Соңғы дәлелдер бойынша тестостерон рак простатаға алып келмейді. Негізі салардың алдында бір қадағалаймыз, онкомаркер простаты бір аламыз, бәрі жақсы болса, тестостерон салып бастаймыз. И тағы бір тестостеронның жанама әсері ол қанның құрамында гематокритті көбейтіп жібереді. Сол үшін гематокрит постоянно под контролем ұстап отырамыз. Гематокрит көбейіп кеткен жағдайда біз или ол кісіге барып центр кровиға барып донор болуға кеңес береміз, немесе хиджама жасауға кеңес береміз, немесе гематокритті төмендететін антикоагулянттар препараттар назначать етеміз. Видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер. Келесі жолы қандай тақырып қозғаламыз қаласаңыздар, соны төменге комментарий ретінде жазып кетіңіздер. Сол тақырыптарды қозғауға тырысатын боламыз.